Сәлем, бұл мен Айдана, дәрігер-гинеколог. Каналыма қош келдіңіздер. Беріп жатқан ақпараттар пайдалы болатын болса, каналға жазылып, лайк басып, пікірге өздеріңізді мазалаған кез келген гинекологиялық сұрақтарыңызды қойсаңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Және де каналға салынған видеоларды жіберіп алмас үшін қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі тақырып етеккір кезіндегі ауырсыну сезімі. Көп қыз-келіншектер, әсіресе жасөспірім қыздарда етеккір кезінде, яғни айлық белгі кезінде ауру сезімі болып жатады. Жалпы ауырсыну сезімі қалыпты жағдайда болуы қажет пе? Осы жөнінде бүгінгі видеомда айтатын боламын. Сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Жалпы етеккір кезінде ауру сезімі болмауы қажет. Яғни етеккір қалай келіп, қалай кетіп жатқанын сіз байқамауыңыз керек. Тек қана қанды бөліністерден басқа ешқандай сезім қатар жүрмеуі керек. Егер ауру сезімі болатын болса, бұл қалыпты емес, яғни дұрыс емес деген тұжырымдамаға келеді. Жалпы медицинада осы диагнозда ауырсыну сезімін біз альгодисменория деп атаймыз. Яғни етеккір кезіндегі ауырсыну сезімі, яғни арнайы атауы бар диагноз. Бұл аурудың екі себебі бар. Біріншілік және екіншілік, яғни жіктелуі бойынша. Біріншілік дегеніміз көбінесе тұрмысқа шықпаған 30 жасқа дейінгі қыз-келіншектерде кездеседі. Бұл кездегі негізгі себебі аурудың пайда болуының. Бұл ағзадағы минералдардың, витаминдердің, немесе қандай да бір гормоналдық өзгерістердің жетіспеушілігі нәтижесінде туындайды. Яғни организмге бір зат жетіспейді. Соның нәтижесінде осында етеккір кезінде немесе етеккірге дейін ауру сезімі болуы мүмкін. Ал екіншілік альгодисменория дегеніміз, ол көбінесе 30-дан асқан тұрмыстағы қыз-келіншектерде байқалатын жағдай. Бұл кезде жыныс ағзасында қандай да бір көзге көрінетін, зерттеген кезде дәрігердің қабылдауында нақты ауруы бар гинекологиялық жақтан қыз-келіншектерде көбінесе кездесетін жағдай. Енді екеуінің дәрежесіне байланысты түрлі ем қолданылады. Яғни біріншілік альгодисменория кезінде қыз-келіншектерге, жасөспірім қыздарға ағзада жетіспей жатқан минералдарды, витаминдерді толықтырған жағдайда бұл кезде ол ауырсыну сезімі кетеді. Көбінесе ем 3 ай көлемінде жүзеге асады. 3 айдан кейін барлық қажет нәрсені организмге толықтырғаннан кейін ауырсыну сезімінсіз етеккір бөліністері айма-ай келіп тұрады. Және де бұл біріншілік альгодисменорияны зерттеген кезде, мысалға УЗИ-ға түсірген кезде, немесе гормондарға анализ тапсырғанда барлығы таза, яғни ешқандай да патология болмайды. Ал екіншілік альгодисменорияны біз УЗИ-ға түсірген кезде, немесе әйел кісінің өзімен сұхбаттасқан кезде біз қандай да бір патологияның барын анықтай аламыз. Және де бұның емі сол патологияға, мысалға эндометриоз кезінде, миома кезінде, немесе жатырда қандай да бір кисталар пайда болған кезде осындай ауырсыну сезіммен жүруі мүмкін. Сол патологияны, яғни дертті емдеген кезде ауырсыну сезімі де кетеді. Ал енді біріншілік альгодисменорияға келетін болсақ, көбінесе жасөспірім мектеп жасындағы қыз балаларда көп кездеседі. Сондықтан құрметті әпкелер, аналар, бұл қалыпты жағдай емес. Егер сіздерде осындай қыздарыңызда белгілер болатын болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне апарып, ол қыз-келіншектерге арнайы дәрумендер жазуы қажет. Көбінесе қыз баласында анемия болған кезде, яғни қаназдық болған кезде, екінші жағдай Е витаминінің жетіспеушілігі кезінде, немесе поливитаминдердің дұрыс ағзаға сіңбеуі, немесе жоқ кезінде осындай ауырсыну сезімімен жүруі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде қыздарыңызды гинекологқа алып барып, немесе өздеріңізді осындай етеккір кезінде ауырсыну сезімдері мазалайтын болса, міндетті түрде гинекологтың консультациясынан өтсеңіздер болады. Егер берілген ақпарат пайдалы болатын болса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Кездескенше сау болыңыздар.